Топ 3 ең проблемный моторлар. Топ 3-тікті біз VQ-дан бастаймыз. VQ35, бұның проблемалары всякий датчиктарда болады. Основной проблемалар ол датчик коленвалы, датчик распредвалы. В общем, сондай бір датчиктар бойынша және электрика бойынша проблемный моторлардың бірі. Екіншісі ол бізде GS 190 кузовтың GR поколениялар моторлары. Ол 3 объемды 3 GR GS-тарда, краундарда тұратын моторлар 3 объеммен 190 кузовтағы. Олардың основной проблемасы ол компрессияның жоғалуы. Бірінші, 5-ші цилиндрларда задирлар пайда болады, компрессиясы азаяды. Проблемный моторлардың бірі. Бірінші орында бізде 2D4 2AZ моторы. Олар бізде Camry'да, Highlander, біраз Toyota'ларда тұрады. Основной проблемасы ол масложор. Өте жиі кездесетін проблема. В остальном, в принципе, мотор капризный емес. Сіздердің ойларыңызша қандай мотор проблемный болып есептеледі? Комментарийға жазып кетіңіздер.